Асқабақтың сіз білмейтін пайдасын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті және В, С, Д, Е, ПП мен сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үккіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытқа байлап қою керек. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалану керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезеңінде өттің қабынуында жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлерде асқабақтан жасалған тағамды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақты жүктілік кезеңінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюды алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменнің арқасында асқабақ семіздіктен сақтады. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін мада талшықтары іш қатуды болдырмай, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және В дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілінде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бас, бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері ауруларымен ауырып жүретін болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз.